Ерсұлан Қашағанұлы Жақипханов, осы нөмір 68-ші Қарағанды қаласындағы мектеп-интернатының музыка пәні мұғалімі. Осы мектепте қызмет еткеніме бір 17 жылдай уақыт болды. Осы Қарағанды облысы бойынша Баласова композиторлар бірлестігінің мүшесі 2004 жылдан бері көптеген балаларға арналған әндердің және де жастарға халық арасында айтылатын жай әндердің бірнеше әндердің авторымын. Көптеген әндерім ән жинақтарға шықты әртүрлі. Балауса әуендері Қарағанды деген ән жинаққа және Тәуелсіз елім тірегім деген жақында шыққан ән жинақ. Оның ішінде көптеген кейбір әндерім халық арасында, балалар арасында жақсы танымал болған әндер ол Қарағанды қалама, мақтанышым Қарағанды деген және елім менің деген сияқты әндер балалардың арасында Қарағанды туралы әндер Қарағанды ішінде танымал болса, басқа әндерім елім менің достарым деген сияқты жалпы Қазақстан осы еліміздің ішінде балалар арасында танымал ән деп айтса болады. Өйткені себебі ол YouTube каналдарға, әлеуметтік желілерге шыққаннан кейін барлық Қазақстан мектептерінің балалары, мұғалімдері осыны пайдаланып, қазір күнде айтып жүр. Оларды айтуына жағдай жасау мақсатында бұл әндердің бәрін видео форматта караоке түрінде жасалып салынған YouTube-қа. Сондықтан олар кез келген уақытта кіріп, соны алып, пайдалана бере алады. Енді сабақ барысында, мен енді мектепте мұғалім болғаннан кейін сабақ беру барысында, мысалы, ішіндегі өнерлі балалар көрініп тұрады да, ерекшеленіп тұратын балалар болады ішінде. Даусымен, немесе жаңағы музыкалық қабілетімен сондай балаларды іріктеп алып, ішінен солармен жұмыс жасап көреміз. Сол жұмыс істеу барысында бала өзін жақсы көрсете алса, ата-аналар қолдаса, әрі қарай конкурстарға қатысып, байқауларға қатысып, үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп жатқан балалар бар. Ең бірінші жазған әнім ол Қарағанды қаласының 70 жылдығы болған кезде бір ән жазған Қарағанды туралы. Балаларға арналған ән деген номинация бойынша қатыстым. Қарағанды қалама деп аталады. Сөзін жазған Амангел Жаманбеков деген қарағандылық жігіт. Сол әніміз конкурсқа қатысып, 3-ші жүлделі орынды алды. Содан бастап менде басталды ән жазуға. Оның алдында негізі осы жастардың арасында танымал болған Сен деп соққан жүрегім деген әнім болған. Содан кейін бірте-бірте жаңағы жұмыс барысында жаңағы қажеттілікке байланысты осындай балаларға арналған әндер жазуды бастадық. Жанұямда әкем музыкант. Енді кәсіби емес, бірақ кішкентай кезімнен бастап үйде аспаптардың неше түрлері болатын да. Домбыра, мандолина, гитара, баян, аккордеон деген сияқты. Осылардың бәрін көріп, жаңағы әкеміздің соны тартып ойнайтын еді. Сол кезде соны көріп, бәрін өсіп, содан басталды деп ойлаймын. Өйткені кішкентай кезімізден соларды көріп өстік. Және де мектеп жасында мен өзім музыкалық мектепте оқыдым, домбыра классында. Жалпы музыкадан құралақан болған жоқ ата-анамыз. Әке жағымнан дарыды деп ойлаймын. Өнер адамдары, жалпы шығармашылықпен айналысып жүрген адамдардың барлығы балаларға болсын, балалар әдебиеті болсын, балаларға жазылған музыка болсын, бұлар енді үлкен қызмет жасап жүр деп айтуға болады. Өйткені ән арқылы, музыка арқылы, өнер арқылы жастарды, мынау келешек өскелең ұрпақты тәрбиелеуге болады. Патриоттыққа, отанын сүюге, ана тілін құрметтеуге, немесе көптеген тақырыптар бар. Балаларға арналған әндер арқылы, күйлер арқылы, өлеңдер арқылы осындай балаларды тәрбиелеуде көптеген тұлғалар осыған қызмет етіп жатыр. Тәуелсіздік алғаннан бері, 30 жылдан бері еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген бізде өнер дамыды. Негізінен эстрадалық өнер өте жақсы дамыды. Елімізде жалпы, Қарағанды ғана емес, елімізде жалпы үлкен күшті жақсы дамыды. Шоу бизнесі дамыды. Балалар әдебиеті, балалар өлеңдері, әндері дамыды. Қазір бұрынғы уақытта бір 15-20 жыл бұрын ештеме таппайтын болсақ, қазір бәрін табатын болдық та интернеттен. Кез келген тақырыпта ән, кез келген тақырыпта өлеңдер, балаларға арналған видеолар, мультфильмдер, сергітулер деген сияқты мынау сабақ барысына керек материалдардың бәрін YouTube каналынан, әлеуметтік желілерден бәрін табуға болады. Сондықтан көптеген жұмыс жасалды деп ойлаймын өз басым. Жалпы шығармашылығымда бір 20-дан асқан ән бар, 20 шақты ән бар деп айтуға болады. Оның жартысынан көбісі балаларға арналған әндер. Оның ішінде жаңағы танымалдылыққа ие болған әндерім ол
Қарағанды қалама, мақтанышым Қарағанды, елім менің деген, достарым, балдәуреннің шаттық жыры деген сияқты әндерім осы балалар арасында өте танымал болды. Оның арасында тек қана балаларға емес, өзіміздің осы тұрмыстық әндер де бар. Кәдімгі осы өмірде қолданылатын әке, ана деген, жастық дәурен қимасым, сен деп соққан жүрегім деген ән бар. Сол сияқты көптеген әндерім бар. Әлі де жазылады, Алла қаласа.